Вагонның ішінің жағдайы 5. Сексеуіл мал ұстайтын ферма ма бірдеңе болу керек осы кіріп келе жатқан жерде шалқар жақ беттен. Комментарийға жазып келіңіздер, білсеңіздер. Сексеуіл қарауыл переезді тұр, қарауыл переезді. Сексеуілге барып келе жатыр. Заправка, газ заправка болу керек мен вообще. Мына жерлер қоршалған, не мақсатта қоршалған білмеймін. Тупик екен. Теміржол кіретін тупик. Қыста көмір түсіретін жер болу керек менің ойымша. Сексеуілдің кіреберісі тағы да. Арада бір этаж үйлер 5-6 болды ау деймін осы арада. Білсеңіздер комментарийға жазып кетерсіздер. Этаж үйлер. Біреу ақ қой енді. Бұның қасында болды осы 2-3 болды ма білмеймін енді нақты. Біліп атсаңыздар комментарийға жазарсыздар. Нешеу болған. Сексеуілдің тұрғындары. Міне темір жолдың барағы анау тұрған. Мына жағында біреу тұр, мына жағында біреу тұр анау. Путисттердің рельсі болу керек. Алып ауыстырып салған. Қай мекеме? Вагонный ақауларды жөндеу дейді. Станция Саксалска ПЧ дейді. Пути. Маневровый тұр. Бүгін 8-ші жұлдызы май айының. Охо, анау спорт школы болу керек көк. Мына үйдің артындағы анау 103. Скорыйдың мынау мекемесі ма сонда? Скорыйдың зданиясы, кішкентай, амбулаторный не сияқты екен. 2 машина бар екен, бір таблетка, бір жаңа новый анау көлік мынау. Мерседес болу керек новый. О, міне сексеуіл. Сексеуіл көлік. Апамдар шығып тұр екен пойызға. Танымаймын бірақ енді кім апа екен. Мынау су беретін жер болу керек. Темір жол су шығар енді темір жолдың жағасында тұр ғой. Осы бұрыннан болу керек магазин бірдеңе. Бала кезінен бар сияқты осы. 98-97-терде көретін осы. Багажниктік шығар. Міне ақысы осы.